Жарық дүниеге келген жандардың көбісі өмірім мағыналы өтсе екен деп армандайтын шығар. Жүрек түкпіріндегі сан қилы арман мақсаттардың дүниені жарықтандыратыны сөзсіз. Менің де жүрегімнің түкпіріндегі жатқан ізгі тілегім мен мақсатым бір құдіретті күшке ұмтылып тұратындай. Бұл тамаша нәрсенің аты өнер. Өнер кейбіреулер үшін оның өмірі, ал біреулер үшін өнер жай ғана қызығушылық. Ал мен үшін өнер тіршілік тынысым. Өйткені әуезді әрбір дыбыс менің жадымда, ойымда. Әрбір нота менің өн бойымдағы қаныммен бірге жүруде. Әрбір үнді жан тәніммен сезінетін деймін. Дүниеге өнер үшін келіп туылғандаймын. Өйткені музыкамен ғана тыныстап, өнермен ғана өмір сұраламын дейді Димаш Құдайбергенов. Сәлемет тұрдыңыздар ма? Экран алдындағы барша құрметті көрермендер, бағдарламамыздың және бір сәтінде өздеріңізбен жүздесіп отырғаныма ерекше қуаныштамын. Иә, құрметті көрермендер, өздеріңіз әбден білесіздер, 2017 жылы 21 қаңтар сенбі күні Бейжің уақыты 22-ден 30 минут өткенде, ал Шинжаң уақыты 8-ден 30 минут өткенде Хунан жасанды зерік телевизиясының теке сахнасында, теке толқынында мен әншімін атты арнаулы ән жобасы, ән додасы болмақшы. Бұл ән додасына еліміз іші сыртынан келіп қатынасып отырған мықты жас әнші композиторларымыз бар. Я, құрметті көрермендер, олай болса, мен әншімін атты осы ән жобасына Қазақстан елінен арнайы ат басын бұрып келіп отырған Қазақстан эстрадасының жас әншісі, жас буыны Димаш Құдайбергенұлы туралы тоқталмақшымыз. Димаш Құдайбергенұлы 1994 жылы 5 айдың 24 күні Қазақстан елінде дүниеге келген. Ол 3-4 жасынан бастап жұрт алдына шығып, пианинода ойнап, ән сала бастаған. Оның ең алғашқы ұстасы өзінің әке-шешесі болған. Уақыт өте келе кәсіби әншілер Димаштың бойынан өнерге деген от ұшқынын көреді. Димаш 2015 жылғы Слауян базары 2015 халықаралық ән байқауының бас жүлдегерін жеңіп алуымен қатар, дәл бүгінге дейін Көркемім, Қараторғай, Дайдидау, Ұмытылмас күн, Ой жайлауым, Қарағым-ай және Хансұлдының Тенлияңлы қатарлы көптеген тамаша әндерін тыңдармандардың жүрегіне жеткізе орындаған әншіміз. Олай болса, құрметті көрермендер, осы өнердің өрінде жүрген әнші, композитор, аға әпекелеріміз Димаш Құдайбергенұлына қандай бір сәлем, ақ тілектер жолдайды екен, ендеше бірлікте тыңдап көрелік. Димаш бауырымыз, Димаш Құдайберген ғой. Жақында мына WeChat-тан әндерін естіп жүрміз, көріп жүрміз енді. Қандай бала екені, Димаш деген жақында мына торда қатта кетті енді. Сонан кейін зады қандай екен деп көңіл алып қарадым, енді қарасам, әнін естісем, өте жақсы айтады екен. Біреуі мына әндің өзі орындау ұсыныбында неше түрге бөлінеді, жоғары дауысты әнші, төмен дауысты әнші, орта дауысты, баритон дауысты деп. Бұны төмен дауыс кейбір әншілер енді жоғары дауысқа шыққан кезде төмен дауысты ала алмайды. Ана Димаштың қасиеті төмен дауысты да, баритон дауыстан төмен дауыстарды да өте жақсы алады екен. Онан кейін жоғары шыққан дауыстардың өзі, кейбіреуді жоғары шыққан дауысқа шыққан кезде жаңғырып, дауысы бұзылып, тайып кетеді. Ананың орын тауып тұр. Енді біз мына музыкамен шұғылданып отырған адам болғаннан кейін, оның біз парықтай аламыз. Енді жай бұқараны парықтамау мүмкін енді. Енді ойлаймын, енді осы жолы жарысқа қатынасқалы келіп отырған Қазақстан елінен, біздің көршілес елімізден, ал енді Джунгоға келіп отыр, біз миллиардтың алдында өзінің өнерін көрсетпекші. Мен ойлаймын, енді çok жеңіп шыға алады деп ойлаймын. Өйткені ол біз талай әншіні көріп жүрміз, шетелдікті естіп жүрміз, өзіміздің әншілерді көріп жүрміз, Қазақстан басқа әншілерді білеміз. Әне Димаштың орындаған әннің ұсыныбы басқаға дара оқсамайтын жері бар екен. Өзі жас бала екен, тырысшан. Мұндай болған кезде бұл чоқым жеңеді. Адам қанша жасқа келген кезде білімге толық болады деген кезде, 50-ге келген кезде адам білімге толық болады. Одан бұрын оның бәрі қайғанақ білімдер. Бізде бір жаман бір әдет бар.
бір ғана өнерді иелерді өнер иесі дейміз, ондай емес. Көп өнердің иесі болғанда сен өнер иесі боласың. Бір ғана өнерді иелеген адам өнер иесі болмайды. Ұлтымыздың басқа ұлттардың да шабандоздар бар. Мәселе бұл жерде немене бәсекесі емес, бұл жерде ұлт бәсекесі емес, бұл жерде өнер бәсекесі. Біз адам алдымен сен өнерді бірінші орынға қойың керек. Сен музыкада шекара болмайды, музыка ұлтқа бөлінбейді. Ән ұлтқа бөлінбейді, музыка ұлтқа бөлінбейді. Сен қайсы ұлттың әнін айт, сен деңгейіне жеткізіп айтсаң, сен соң мықты боласың. Бұл жерде әйгілейтін дегенде, бұл жерде бір өлшем музыка. Сондықтан барлықтарыңыздың нәтижелеріңіз жақсы болсын. Мен енді Димаш Құдайбергенұлына қоятын бағам, бұл жас әншінің осындай бүткіл мемлекетке, әрбір дүние жүзіне тарап, осы жас әндерін, елдердің ән айту арқылы бүтін халықтың, дүние жүзіндегі халықты жалт қаратып жүрегіне осы әнді жеткізгеніне ерекше тебіреніп отырмын. Сол үшін осы жас әншіміздің бұдан кейінгі әнші сапары сәттілік қадамына құттылық тілеймін. Мен Шинжаң радио телевизия торабы текті жарна серіктестігіндегі барлық қызметтестер атынан Димаш Құдайберген бауырымызға зор сәттілік, мол табыс тілеймін. Әрине, оның дауысы елден өзгеше, бәріміздің жүрегімізден орын алған. Осы жолғы жарыста оның мол табыспен, мол жеңістікпен оралатынына сенімім камыл. Сонымен қатар, осы жолғы жарыста бірге қатынасқан оның әріптестеріне де мол сәттілік тілеймін. Рахмет сіздерге. Жаңағы Қазақстан эстрада жұлдыздарының қатарына жаңадан келіп қосылып жатқан лектің алдыңғы қатарындағы керемет әнші деп білемін. Өйткені оның десет әнші көп қой енді. Бірақ бұл Димаштың жаңағы дара дауысы өзі тәңір сыйлаған. Ең бірінші айта кетейін, бұл бауырымыздың әндерін көп естиміз. Жаңа әншілерде орындаушылық шеберлік дейтін бір қасиет болады. Орындаушылық шеберлікте негізі әрқандай әні жаңағы буын-буыннан жүріп әнді жаңағы құлаққа, естір құлаққа тура таза жеткізетін жаңағы ән орындау өнері деп білемін мен енді өзім. Өйткені бұл Димаш бауырымыздың жаңағы ән орындауындағы шеберлігін алып айтар болсақ, әрқандай ұлттың әндерін орындап жүр. Жай әншілерге қосуға келмейді негізі. Өйткені оның орындаушылық шеберлігі өте дара. Жаңа өзінің қалыптастырған слобы да кәсіптік тұрғыдан алған кезде басқа бір жолмен кетіп бара жатыр да. Әрқандай әнді құбылтып орындау дейміз ғой. Енді мәнерлеп орындау әрқандай әнді. Түзу, жатты қайта салуға болатын әндерді ол басқа бір қырынан жаңағы тыңдарманға басқа бір қырынан көрсетіп орындайды. Дауыс ерекшелігі де жаңағы дауысының диапазоны дейміз. Шарықтау шегі дауысының өте құлаққа жағымды, тыңдарманын шаршатпайтын сондай бір өте керемет. Қоғамдағы әр жақтағы болсын, әр салада ән айтып жатқан, жұлдыз болып жатқан қыз жігіттер бар. Солардың ішінде дара шауып жаңағы бөлек алдыда келе жатқан бір мықты әншіміз деп есептейміз. Сол бауырымыздың жаңа мен айтып жатырмын, енді өнердегі жетістіктері дәл осы жасында оңай жетістіктер емес. Оған көп адам жете бермейді, көп әншілер жете алған да жоқ әлі. Сол алдыда болатын көп мынау дүбірлі жарыста маңдай жарқырап алдында келсін деген тілек айтамын. Денсау басы аман болсын дейміз. Сонымен бірге барлық осы жарысқа әр жерден, әр елден келіп жатқан саңлақтарға да тілейтініміз сол. Сол әнді орындағанда, ана бұрынғы әншіден де енді асыра орындады десек, енді артық айтқан болмаймыз. Себебі, ана әнді төменгі бір дауыстан бастап келіп, одан орта дауысқа келіп, оны жоғары қарай шарықтағанда, бұның өзінің бір ән айту
шеберлік бейне бір адам емес, 2-3 адам былай қос дауысты қылып айтып жатқан сықылды, сондай бір адамға әсер қалдырады екен. Барлығына ақ тілек, барлығының жүлделі болып, бір биіктерден көруін, үлкен табыспен оралуын тілейміз. Мен әншімен атты ән жобасына келіп қатынасып отырған құтты қадамына нұр жаусын, және де Димаш бауырымыздың жүлделі болуына шын жүректен тілектестік білдіремін, және де Димаш бауырымызбен бірге қатынасатын басқа да өнерпаздарға, өнер жұлдыздарына табыстылық тілеймін. Димаш бауырымызды дара тума, дара дауысты бір туар әнші деп айтуға болады. Әрине оның өнер жоғары бағалаймыз. Осы жолы елімізге мен әншімін атты жобаға келіп қатысып жатыр екен. Димаш бауырымыздың бәйгеден озып жүлделі болуына тілектеспін. Бал бақыт мәдениет тарату серіктестігі атынан мен әнші жобасына қатынасқан Димаш Құдайберген ұлына және жобаға қатынасқан барлық өнерпаздардың жүлделі болуын тілеймін. Тек қана алға. Әрине Димашқа алда ақ жол тілейміз. Осы Димашқа деген ақ тілегімді бірнеше шумақ өлеңменен бейнелеп берсем. Димашқа күмбір құйдастан құландайын кекілді, жастарымды Димашжан таң бұлбұлы секілді. Сорғалайды сұлуын көктің қаршығасындай, ұстай алмас ұрығын уақыттың зор даусындай. Жаңғырығы жартастың жан құлыны қазақтың, жарқылындай алмастың қалыбындай ғажаптың. Сарарқадай сайынның сыңсып жеткен желіндей, қайратындай қайыңның айбатындай сенімнің. Елдің сыйлы қимасы бір талант жайды гүл, бұл қазақтың Димашы әлем білер әйді бұл. Димаш алда ақ жол тілеймін өзіме. Димаш бауырымыз мен әнші жобасына қатысқалы жатыпты, өте қуаныштымыз. Димаш бауырымыз енді керемет әнші, болашақ жара жұлдызымыз деп білеміз. Димаштың әндерін өте жақсы көреміз бізде. Димашқа тек сәттілік тілейміз. Сонымен қатар Димашпен бірге жарысқа түсетін барлық өнер жұлдыздарына сәттілік тілеймін. Димаш бауырымыздың келе жатқан жарысы сәтті болсын, жүлделі болсын деген тілек айтқым келеді. Құрметті Димаш інім, алдағы жарысын сәтті болсын. Тек қана биіктерден көріне беруіңе шын жүректен тілектеспін. Халқыңа бергенінен берерің көп болсын. Рахмет. Сақынада әулеткен сансырлән, айналайын Димаш сынды әншілдан. Тамылжыған тәттүнне тербеліп, тыңдарманы мөлдір нұрға малшынған. Туылған жан құйқылжыған ән үшін, әнмен елдің асқақтатқан намысын. Айналайын жаңа туған жас жұлдыз, бүкіл әлем талантыңды танысын. Атағыңды асқақтатты бүгін ән, сені ұлттың мақтаны деп ұғынам. Күллі әлемдік ән жұлдызы өзіңді сақтасын тек тілмен көздің соғынан. Күллі әлемдік ән жұлдызы өзіңді сақтасын тек тілмен көздің соғынан. Димаш, бұл жолғы ән бәсекеде мейлі қалай болмасын, сені әлем қазағы өнеріңді жеңіске бағалап, сен үшін мақтанып, сен үшін барлық қуаныштарын жасыра алмай отыр. Осы жолғы сенің ән бәсекеде үлкен табысқа жетуіңді бүкіл әлем қазақ жастары мақтан тұтып, сені өнеге тұтып отыр. Тек қана осы орайда сенің осы жолғы жарыста үлкен жеңіске жетіп, бұдан былайғы үлкен белестерді бағындыруға шын жүректен тілектеспін. Бүгін еліміздің ең беделді телеарнасы, орталық телеарнасы, Хунан телеарнасы «Мен әншімін» атты тележоба байқауын оздырып отыр. Бұл жоба биыл 5 маусымы. Бұл жобаға қатысатын әншілер еліміздің тіпті алыс жақын шетелдердегі «Мен тұр сен атайын» әншілері, керемет жұлдыздары. Олар шетелдерде стадиондарды, ареналарды жиып жүрген мықты әншілермен Димаш сайысқа түседі. Былайша айтқанда, олар еліміздегі мықты әншілер, мысалға албайсақ, Россияның Алла Бугечевасы, Қазақстанның Роза Рымбаевасы сияқты мықты әншілермен иықтыреседі. Әрі осы бәйгеде олармен додаға түседі.
Бұл байқау басқа жарыстардан мүлде бөлек. Жас әншілердің жарысы емес. Бұл ысылған, мықты, жаңа айтып өттім ғой. Шетелдерде ареналарды, стадиондарды жиі үлгерген әншілер деп. Сондықтан да бұл жарысқа өте үлкен дайындық, өте үлкен техника, ән айту, бағыт, бағдар, стиль бәрі жаңа. Осылардың бәріне мықты еңбек керек. Сол себепті Димаш осы жарыстағы әншілердің ең жасы, әрі студент. Осындай жарысқа қатынасу салауатына ие болуы оның өзі Димаштың мықты әнші екендігін белгілейді. Мен өз басым алып айтсам, Димаш жүрекпен айтады. Жаңағы әннің бағыт бағдары стилі қандай әнді болса да алып кете береді. Мейлі классикалық ән болсын, заманауи ән болсын, эстрада болсын, оның дыбысында өзіне тән табиғат сыйлаған ерекшелікпен бірге өзі еңбектенген мықты техникалар бірлестірілген. Сол себепті осы жарысқа мүмкіндік алып отыр. Осы жарысқа қатынасатын еліміздің іші сыртындағы әншілердің барлығына сәттілік тілеймін. Тек қана жеңіс тілеймін, сонымен бірге Димашқа сәттілік тілеймін, бағы жансын деп тілеймін. Құрметті көрермендер, бағдарламамыздың кезекті саны осымен соңына шықты. Бағдарламамыздың келер санында кездескенше аман сау болыңыздар. Жүзің бар он түрден жаяу айтай көрген.